Сабаққа кететін балаларым сабаққа жіберіп, дастарханымды жинайын дедім. Бізді тезірек холодильникке салсайшы, сыртындағы майымыз еріп баратыр ғой енді. Осы Лаураға бар ғой, мен таңым бар, до конца бітірмейді, шамалы ғана жейді, қақпағын жауып холодильникке апарып салып, қайтадан алып шығып, қайтадан шамалы жейді, осылай күнде қайталана береді. Надоело уже. Спокойствие, спокойствие. Қазір жинайды ғой, қыздарын жаңағына сабаққа жіберді ғой. Шыдай тұрыңдар шамалы. Осы уақытқа шейін тұрдыңдар ғой, шамалы тұрсаңдар ештеңе етпейді. Нағыдыстарда бар ғой, сәпсім ұят жоқ екен. Қыздарын шығарып салып келдім дегенше уже айғай-шу шығарып жатыр. Ыдыс-шу деген бізге әшейін сән ғой, мінекей лыпылдатып жуып тастадық. Деп ыдыс аяқтарын жуып болсам, енді еденге төсеген паластар да сөйлеп жатыр ғой. Хозяйка, ыдыс аяғын жуып болсаң, бізді сыпыр енді, давай тез. Бізді сыпырып болған кейін көмір жарып әкеп, от жағуың керексің. Так что давай, не тормозни, сникерсни, побыстрее. Еденге төсеген паласымда ренжімесін деп паласымды жинап, сыпырып тазалап алдым. Давай, молодец, так держать. Енді давай, пеш жақ бар. Үйге от жағу үшін көмір үгітуге көмір қораға келдім. Сөйтіп көмірлерімді үгітіп, шелекке сала бастадым. Шағын ғана көмір шелегімді көмірге толтырып алып, үйге от жағуға кеттім. Сыпырғандағы шыққан мусор, шай, сода, сүттің бос ыдыстарын бәрін безжалостно пешке жаға бастадым. Пештегі жаналтқан отқа жаңаға келген бір шелек көмірімді салып жібердім. Пештің айналасына шашылған көмірлерін бәрін сыпырып салып, пештің домалақтарымен пештің аузын жауып қойдым. Үйтіп бүйтем дегенше кеш болып, балалар сабақтан келді. Екінші сынып оқитын қызыммен кешкі үй тапсырмасын орындап жатырмыз. Бізде күнде ми ашу басталды. Ал сіздерде де осылай ма? Комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Балаларыма пранк жасаған видео сіздерге қызықты ма? Осыны комментарий бөліміне жаза кетіңіздер.